Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге Қытай тауарлары каналы. Бүгін мен сіздерге AliExpress сайтынан қалай тапсырыс беруге болатынын көрсетемін. Ең бірінші біз Play Marketке кіріп AliExpress деп жазып, міне AliExpress'те осыны ең бірінші тұрады. Мысалға міне кіресінде AliExpress деп жазсаңыз шығады. Осыны кіріп AliExpress сайтын жазып аласыз. Менде жазылған, мен ашып ішіне кірейін. Міне ең алғашқы мынау бастапқы экраны осылай тұрады. Мына жерде сіздерде категории, бренды, мобильные бонусы, халявы, отчет народный выбор. Бұл AliExpress'тің соңғы обновлениесі. Міне ең бірінші тапсырыс беру үшін мысалға өзіңіз неге тапсырыс бергіңіз келеді? Мысалы, сағат болса, орысша жазасыз, часы. Міне, бізге деген AliExpress сайтында қандай сағаттар бар екенін көрсетіп тұр. Мына жерде өзіңізге ұнаған бір сағат таңдайсыз. Мысалға мен мысалға таңдай салайын. Міне бұл сағаттың бағасы 2865 теңге тұрады. Міне мына жерде көре аласыздар. Мына сағаттың 10.958 сатылған. Бұл сатушының да тауардың отзывтары жақсы. Міне 30 теңге кірістер. Міне мысалға мынаның ішінде 1540 сурет бар. Қарай аласыздар, міне қалай келгенін, қандай болып келетінін. Міне Қазақстанның ішінен 156 адам тапсырыс берген. Жерде міне олардың да суреттері. Тапсырыс берген сағаттарының. Міне астында егерде асықпай қарайтын болсаңыз комментарийлерді оқи аласыздар. Міне мысалға сіз бұл сағатты дәл қазір сатып алмайтын болсаңыз, онда міне мына жерде в корзину дегенді басып, өзіңізге ұнаған мысалға түс таңдайын, көк сары түсін таңдап, мысалға продолжить басасыз. Міне сіздің корзинаңызда сақталып тұр бұл товар. Және де өзіңіз мысалға ыңғайлы уақытта өзіңіз келіп тапсырыс бере аласыздар. Тапсырыс беру де қиын емес ол да. Мысалы купитті басасыз. Міне мына жерде доставка тұрады. Доставка болған. Ең бірінші өзіңіздің адресін жазасыз, адрес доставка дегенге. Менде жазылып тұр мына жерде. Мысалға сіз бұл сағат сатып алғанда қандай банктың картасымен бе, немесе өзіңіз Kiwi кошелекпен бе төлей аласыздар. Мына жерде добавить новую карту, немесе использовать другой способ оплаты деп тұр. Мысалға мен ылғайда сатып алғанда Kiwiмен төлеймін. Использовать другой способ деп басам. Міне оформить заказ. Загрузка. Жүріп жатыр қазір. Міне жерде өзіңіздің кредитный карта болса сізде кредитный картамен төлей аласыздар. Атыңызды, фамилияңызды, номер картаңызды бәрін жазып. Мына жерде Kiwi болса, Kiwi оңай көбіне. Мына жерге өзіңіз номеріңізді жазасыз. Міне одан кейін оплатить сейчас болсаңыздар қарай өзіңіз жалғастырып төлей бересіз. Достар, міне бүгінге осы.
Мен сіздерге бүгін AliExpress сайтынан қалай тапсырыс беруді үйреттім. Бұл телефоннан, компьютерден немесе ноутбуктен де тапсырыс беру қиын емес, оңай. Дәл осылай тапсырыс бересіз. Егер де сіздер алға қарай AliExpress сайтынан қалай тегін сатып алуға болатынын көрсеткенімді қаласаңыздар, онда осы Қытай тауарлары каналына жазылып, осы видеоға лайк қоюларыңызды сұраймын. Сау болыңыз.